Сәлем достар, осы видеодан кейін сіздердің есте сақтау орындарыңыз біршама ақпаратпен толықтырылады. Кейбір жалған ақпаратты қоқыс жәшігіне лақтыра берсеңіздер болады. Вена тамырындағы қандар көк түсті. Негізінде қан ешқашан көк болмайды. Оның әрдайым қызыл түсті болады. Қанның тамырларда көгілдір болып пайда болуының бірден бір себебі тамырлар тері бетіне жақын болады, ал теріге ене алатын жалғыз жарық көк түсті. Артерияларға келетін болсақ, олар әдетте көрінбейді, өйткені олар өте терең орналасқан. Иттер тек ақ пен қараны көреді. Бұған күмәнім бар. Шындығында олар басқа да түсті көреді. Тек иттер адамға қарағанда аз түсті қабылдай алады. Түйе өркешінде суды сақтайды. Бұл да дұрыс емес тұжырым. Бұл жиі кездесетін қате түсінік, бірақ олай емес. Өркештерде тек май қабаттары болады. Найзағай бір жерге екі рет соғылмайды. Сіз де осылай ойлайсыз ба? Бұл жалған ақпарат. Найзағай қабылдаушылар осыған нақты растау болып табылады. Және өмірінде найзағай 7 рет соққан американдық Рой Салливан да дәлел бола алады. Адамдар миының 10% ғана пайдаланады. Бұл да дұрыс деуге келмейді. Себебі адамдар миды толықтай 100% қолданады. Тек бір уақытта емес. Егер мидың 100% бір уақытта қолданылса, бұл инсультқа келіп соғады. Бүгінге осы видео ұнаған болса, лайкты ұмытпа.